Мен Ережепов Нұрдос Өскеленұлы, нөмірі 285 мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты директорының тәрбие жөніндегі орынбасары және педагог зерттеуші санатты математика пәнінің мұғалімі, жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Өмір жолым мен кәсіби бағытымның қалыптасуына тоқталар болсақ, 1987 жылы Қызылорда облысы Сырдария ауданы Бесарық ауылында дүниеге келдім. Нөмір 147 орта мектепті үздік аяқтап, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде математика мамандығы бойынша мемлекеттік грант иеленіп, кейін осы университетте жаратылыстану ғылымдарының магистрі атандым. Бұдан кейін білімімді кеңейту мақсатында Нархоз университетінде есеп және аудит мамандығында, ал Казгюа университетінде құқықтану мамандығында оқыдым. Сонымен қатар Новосибирск мемлекеттік университетінде ғылыми тағылымдамадан өтіп, педагогикалық зерттеу мәдениетімді тереңдеттім. Осы білімдерім мен тәжірибемнің тоғысуы бүгінгі кәсіби қызметім ерекше серпін берді. Қазіргі таңда тәрбие жүйесін цифрландыру, мектеп мәдениетін дамыту, оқушылардың жеке әлеуетін ашу және педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру бағытында жүйелі жұмыс атқарып келемін. Бүгін мен сіздерге өз тәжірибемнің өзегін құрайтын жетістіктерім мен болашаққа арналған негізгі кәсіби жоспарларым туралы әңгімелеп бергім келеді. Менің ең басты жетістіктерім бірі мектептің тәрбие жүйесін толыққанды жаңғыртып, оны цифрлық форматқа бейімдеу. 2023 жылдан бастап мектептің тәрбие саласы бойынша кешенді өзгерістерді іске асырып келемін. Соңғы 2 жылда оқушылардың тәртібін, сабаққа және үйірмелерге қатысуын, іс-шараларға белсенділігін, гаджет мәдениетін, жатақхана тәртібін және тіпті демалыс күндері автобуспен қатынасын автоматты түрде бақылауға арналған цифрлық мониторинг жүйесін әзірледім. Бұл жүйе әр оқушыға жеке профиль қалыптастырып, тәрбие процесін нақты деректер арқылы басқаруға мүмкіндік береді. Осындай деректер арқылы педагогтердің шешім қабылдау сапасы артып, оқушылардың жеке даму траекториясын құру тиімділігі күшейді. Тәрбие саласын қағаздан цифрлық ортаға ауысуы менің кәсіби жолымдағы маңызды кезеңдердің бірі. Математика менің алғашқы әрі басты кәсіби бағытым. 10 жылдан астам уақыт математика пәніне сабақ бере отырып, оқушыларымды теориялық ойлау мәдениетіне, дәлелдеуге, логикаға және зерттеуге үйретіп келемін. Шәкірттерім республикалық, облыстық, қалалық олимпиададан жүлделі орындар алып келеді. Ғылыми жобаларда нәтижелер көрсетті. Келесі жетістігім шахмат пен тәртіп мәдениетін тәрбиелеу жүйесін енгізуім. Мен 2012 жылдан бері шахмат жаттықтырушысы болып, бірнеше чемпиондар тәрбиеледім. Халықаралық шахмат федерациясының FIDE ресми төрағасымын. Қызмет барысында бұл тәжірибені тәрбие жұмысына тоғыстырып, мектепте шахмат және логика клубын дамыттым. Шахматтың балаларға тек тактика емес, тәртіп, стратегиялық ойлау, сабыр, шешім қабылдау мәдениеті беретін үнемі ескеріп отырамын. Қазіргі таңда оқушылар арасында шахматтың беделі өсіп, мектепшілік интеллектуалдық орта күшейді. Келесі кезеңдегі негізгі мақсаттар нақты және ұзақ мерзімді нәтижеге бағытталған. Бірінші жоспарым тәрбие мониторингін толық автоматтандырып, жеке оқушы профилін енгізу. Әр баланың тәртібін, белсенділігі, оқу көрсеткіші, үйірмелері, мінез-құлық динамикасы бір деректер орталығына көрінетін болады. Екінші жоспарым мектептің шахмат орталығын дамыту. Республикалық деңгейде ойнайтын команда қалыптастырып, оқушылардың стратегиялық ойлау әлеуетін күшейткім келеді. Үшінші мақсатым жас педагогтерге арналған Mentor Hub жобасын іске қосу. Бұл жоба жас мұғалімдердің кәсіби мәдениетін зерттеу, дағдыларын, тәрбие жұмыстарында құзыреттілігін дамытады. Lesson Study, Action Research, 5E моделі сияқты тәсілдер осы жобада жүйелі қолданылады. Төртінші жоспарым мектептің тәрбие жүйесін толық бір тұтас модельге айналдыру, цифрлық бақылау, ата-ана серіктестігі, оқушы мәдениеті, педагогтер құзыреттігі бірге жұмыс істейтін эко-жүйе қалыптастыру. Бұл менің кәсіби жолымда жетістіктерім мен болашақ жоспарларым тұжырымды мазмұны. Менің мақсатым тәрбие жүйесін жаңашыл, тиімді және деректерге негізделген модельге айналдыру. Әр оқушының әлеуетін ашып, мектептің ішкі мәдениетін жаңа деңгейге көтеру басты миссиям. Әр бала дербес әлем. Сол әлемді ашу үшін кәсіби білім, жүйелі жұмыс және жүректен шыққан тәрбие қажет. Барлық қатысушыларға табысты жұмыс,
шабыт және жаңа мүмкіндіктер тілеймін.